Борис Төкенұлы Керімбаев 1948 жылы Алматы облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. 1980-1983 жылдары ауған соғысына қатысып, мұсылман батальонының командирі болды. Сауатты басшылықтың арқасында командирдің сарбаздары аз шығынға ұшырап, көбінесе жеңіске жетіп отырған. Батырдың құрметіне өткізілген жарысқа Петропавл, Павлодар, Ақтөбе, Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларының жоғарғы оқу орындары қатысты. Сонымен қатар турнирге ауған соғысының ардагерлері және спорт саласының қызметкерлері де шақырылған. Жалпы турнир жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Қатысушылардың деңгейлері әртүрлі. Өте жақсы дайындалған, болашақ жарық чемпиондарды да көрдім. Мен үшін турнирде төреші болу үлкен құрмет. Жарыс 4 күнге созылды. Нәтижесінде ерлер арасында 8 салмақ дәрежесінде жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды. Олардың қатарында университетіміздің спортшылары Ақниет Әлімбай, Бексұлтан Шамшин өз салмақ дәрежесінде чемпион атанды. Сонымен қатар үздік боксшы номинациясын университетіміздің студенті Ақниет Әлімбай, үздік төреші номинациясын халықаралық дәрежедегі АИБА төрешісі Ерболат Ашимов және жеңіске деген жігері номинациясын Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті студенті Мұрат Тұрманбетов иеленді. Жарысқа жақсы көңілім толады. Жеңіске жеттім, Аллаға шүкір. Бұл жарысқа мен Сейдуалиев Жұмабек, осы дене шынықтыру кафедрасының жаттықтырушысы, доценті дайындады. Күнде 2 тренировкадан 1 ай дайындалдым. Жаттығу жоспар бойынша өтті деп ойлаймын. Және де алдыңғы жылғыдан қарағанда биыл көп командалар келді, жақсы спортшылар келді. Командалық есепте 3-ші орында Нұр-Сұлтан қаласының Қазақ технология және бизнес университеті, 2-ші орында Петропавл қаласының Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті иеленсе, 1-ші орынды Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті жеңіп алды. Үкілі Молдабай, Ерқанат Ибраев, Қазату пресс.